Қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге конечные заставки дегенді көрсететін боламыз. Ол не дейтін болсаңыздар, кейбір видеоларда мысалға қарайтын болсаңыздар, видеоның соңына қарай бірнеше видео рекомендация шығып тұрады. Осыны көрсем болады деген сияқты. Мысалы, қазір көрсем. Мен алдына хромға кіріп алғам, творческая студияға. Сіздер де солай жасасаңыздар ыңғайлы болады. Мына жерде басамда, вкладка тұрған жерлерді мен мына жаққа басатын болсам, мен бұрын кірген екенмін. Осы жерге қайттан кіремін. Қыздар, кейбір кісілер сұрап жатыр екен, музыкаларды қайдан аламын деген сияқты ше. Осы фонотека деген жерден аласыздар. Творческая студияға кіресіздер, мына астында фонотека деген бар. Осы жерден музыкаларды тыңдап, ұнаған музыка болса, соны басасыз да, мысалға, былай басасыз. Сосын скачать дегенде басып, сохранить етіп аласыз, былай айтқанда. Одан кейін, енді қараңыздар. Осы жерде контент деген жер бар. Контентті басасыз. Осы жерде неше түрлі видеолар тұрады, который сіз салған видеолар тұрады. Мысалға, мен кескен бір видеоны таңдай салайын. Сіз өзіңіз қалаған видеоңызды таңдасаңыз болады. Осы жерде шетін басатын болсаңыз, бұл жерде конечные заставки бар. Осы белгілерден түсінікті шығар, сіздерге. Мысалға, осының біреуін таңдап аласыз. Мынау 4-5 топ тұрған видеоның белгісі, домалақ болып тұрған ол каналдың логотипі. Мысалға, мынаны таңдайтын болсақ, выбранный видео дегенді таңдайсыз. Қай видеоны сіз қойғыңыз келеді? Мысалға, мен қазір яғни робот деген дорамаға сәйкес келетін. Мысалға, тағы қандай дорама бар? Истинная красота деген дорама бар. Тағы мына жаққа выбранный видео, тағы императрица Ки деген дорама бар. Міне осылай шығып тұрады. Кейбір видеолардың соңында осылай өзі шығып тұрады, келесі видеоларды көрсететін болады деп. Түсінікті ғой, таныс қоя сіздерге. Осылай жасап, сохранить деп басатын болсаңыздар, осы видеоларды көрген адам видеоның соңына жеткенде осы екі видеоны көз алдына көрсететін болады. Реклама сияқты көрсететін болады. Мен қазір шығып кете салайын. Сосын сохранить етіп баса бересіздер ғой. Негізі бұл да тоже просмотрдың көбеюіне үлесін қосады негізі.